саламатсыздарбы? Құрметті мені қарап отырған оқырмандар, бүгін сіздерменен бөлісетін жайт наушник. Қазір оны ашып көретін боламыз. Қандай жақсы плюс жақтары бар екенін сіздерге таныстыратын, көрсететін боламын. Және сонымен қатар лайк басып, жазылып кетіңіздер, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңізге жауап қайтаратын боламын. Енді ашып көрейік. Мынау зарядкасы, мынау қағаздары, мынау құлағына салатын резинкасы. Бұл тек бір құлаққа ғана болады. Бұның плюс жері машинада жүретін кісілерге жақсырақ болады, құлақтарынан түсіп қалмас үшін. Қазір қалай тағылу керектігін сол жағын көрсететін боламын. Мынау зарядтайтын жері, мынау кнопкалары болады. Наушниктің құлаққа қалай тұратынына келсек, оң құлаққа тұрады. Тек бұл бір құлаққа тағылатындықтан осылай бір құлаққа ғана келіп тұрады, және бұл осылай тұрады. Зәрлі машинада жүргенде удобына жақсы наушниктер. Қалмау жағынан да, құлақтан тез түсіп қалмау жағынан да жақсы, удобына ыңғайлы болады. Келесі видеомызда мына наушниктердің қайсысы қалай талдап алу керек, қай мемлекеттен шыққанын, оригинал ма, жоқ әлде не оригинал ма көріп тексеріп алатын фишкаларын айтатын боламыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.